Тіл дыбыстары. Жалпы дыбыс пайда болу үшін міндетті түрде ауа кеңістігі қажет. Шыққан дыбыс құлаққа сыбыр, салдыр, тарсыл, үн және тағы түрде естіледі. Тіл дыбыстары адамның сөйлеу, дыбыстау мүшелері арқылы жасалады және саны шектеулі болады. Олар белгілі бір тәртіппен тіркесіп сөз құрайды. Дыбыстау мүшелеріне өкпе, көмей, желбезек, дауыс жымыдылығы, тіл, ерін, тіс, тілшік жатады. Есте сақтаңыздар. Фонетика дыбыстардың жасалуын, айтылуын, естілуін және буын мен оның түрлерін қарастырады. Құрметті оқырмандар, біздің тіл білімі YouTube арнамызға жазылып, келесі сабақты күтіңіздер. Күнделікті түсірілетін сабақтарды жіберіп алмас үшін YouTube арнаға жазылыңыз.